Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен осындай ерекше дастарханыңыздың сәнін ашатын тюльпан самсаларының дайындалу жолымен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін көріп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Ол үшін бізге керегі қайнаған ыстық су, сұйық май, тұз және де ұн керек болады. Ең бірінші ыдысымызға қайнап тұрған суымызды құямыз және де үстіне тұз, сұйық майымызды құйып жақсылап араластырамыз. Үстіне електен өткізілген өлшенген ұнымызды салып араластырамыз. Барлығын салып болғаннан кейін қолымызбен жақсылап илейміз. Мінекей қамырымызды қолымызбен біріктіріп жақсылап илеп алдық. Қамыр қолымызға жабыспайды және де осылай өте жұмсақ болып иленуі керек. Қамырымыз илеп болғаннан кейін осылай пленкамен орап тоңазытқышқа 20-30 минутқа қалдырамыз. Сол аралықта біз ішіне қосатын салмамызды дайындаймыз. Ішіндегі салмасына ет, пияз, сәбіз және де зира, тұз қосып жақсылап араластырып алдым. Әрине салмасын өзіңіздің қалауыңыз бойынша жасауыңызға да болады. Мінекей қамырымызды тоңазытқыштан алып, осындай кішкентай бөліктерге бөлдік. Бұл бөліктердің салмағы біреуінің өзі 25-30 грамды құрайды. Осылай грамдап жасасаңыздар, барлығының көлемі бірдей болады және кішкентай. Өте әдемі болып көрінеді. Мінекей жаңа бөлінген бөліктерімізді жақсылап осылай жұқалап тұрып жасамыз. Оқтаумен ұн сеуіп, жұқа болуы керек. Өте жұқа болып кетуге де болмайды. Мінекей осындай көлемде жазамыз. Мінекей осылай формаға келтіріп жазып алғаннан кейін тура ортасынан осылай пышақпен бөлеміз, кесеміз жартылай. Мінекей видеода көрсетілгендей жарты бөлігіне ет саламыз да осылай жақсылап айналдырамыз. Мұқият қарап алыңыздар. Мінекей енді астын біріктіреміз. Табаға қойғанда да ыңғайлы болуы керек. Жақсылап түбін тегістеп біріктіресіздер. Мінекей біздің тюльпан самсаларымыздың формасы дайын. Енді қызып тұрған пешке 30-40 минутқа 180 градусқа қоямыз. Және де бетіне ешқандай жұмыртқа жақпаймыз. Өзі сарғайып, әдемі болып піседі. Мінекей достар, біздің ерекше формадағы тюльпан самсаларымыз дайын болды. Іші де біркелкі піскен. Міне қарасаңыздар, асты да жабыспаған, біркелкі болып осындай әдемі болып пісті. Видеоны соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет. Лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Және де YouTube каналға жазылуды ұмытпаңыздар.